Сәлем математик. Біздер алдыңғы сабақта бір модульдік таңбасы бар теңдеулер өтсек, бүгін бірнеше модульдік таңбасы бар теңдеулерді қарастырамыз. Ендеше кеттік. Мынадай модульдің сыртынан модуль берілсе, онда бұны былай жасаймыз. Бірінші, ішіндегі модульді қоя тұрайық та, сыртындағы модульді ашайық. Сыртындағы модульді ашсақ, ол теңдіктің екінші жағындағысын екі жағдайда ашады. Біріншісі оң жағдайда, екіншісін теріс жағдайда ашады, минус 3 деп. Енді мынаны бірінші шығарып алайық. Минус 2 модуль, x минус 2. Мынау ар жаққа өтсе минус болады. Сонда 0 болады, Енді 0 болса, оны бір рет ашамыз. Минус 0 деп аша алмаймыз ғой. Сондықтан оны бір рет ашамыз. X тең болады 2. Бұдан болды, екінші жағдай ашылмайды. Енді мына жерде x минус 2 модуль, мына плюс 3 ары қарай минус 3 болып шығады. Сонда бұл минус 6 болады. Егер модульге минус таңба тең болып келсе, онда бұдан шешім жоқ деп қоя саламыз. Сонда жауабы тек қана 2 деген жауап шығады. Аса бір қорқынышты емес. Келесі. Мынадай жағдайда так, x плюс 2-ні 0-ге теңестіріп аламыз. Сосын x тең болады минус 2 болады. Мынанда 0-ге теңестіріп алайық. Қазір қызық point тұр. 3 болады. Енді бір координата сызамыз. Мына жерде минус 2 бар, мына жерде 3 бар. Ойбай. Сосын, так, мынаны былай жасайық тағы. Мұнда x плюс 2-ні жазайық. Мұнда x минус 3-ті жазайық. Так, енді бірінші x кіші минус 2-ден дейік. Сосын минус 2 үлкен кіші x-тан, ол кіші x кіші 3-ден дейік. Сосын x үлкен 3-ден деп алайық. Так, енді мына x-тің минус 2 тұр ғой, минус 2-ден бері қарай минус 3 деген сан бар, Осыны x-тің орнына қойып барайық. Егер x-тің орнына минус 3 қойсақ, минус 3 пен плюс 2 минус болады. Минус 3 пен минус 3 ол да минус деген мәнді береді. X-тің орнына минус 2 мен 3-тің арасынан бір сан алу керек, ол 0 деген сан болсын. Мұнда 0 қойсақ, біріншісі плюс болады, мұнда 0 қойсақ, ол минус болады. Мына жерге x үлкен 3-тен дейді. 3-тен былай қарай бір сан қойайық. 3-тен былай қарай 5 деген сан болсын, Мұнда 5 қойсақ, 5 пен 2-ні қойсақ 7, ол плюс болады. Мұнда 5 қойсақ, ол плюс болады. Енді бірінші жағдай x кіші минус 2-ден. Осы бірінші жағдайды қарастырамыз. Енді мына минус-минусты неге салдым? Бірінші минус деп тұр, Минус болса, мына модульді минус қылып аш деп тұр бізге. Яғни x плюс 2 осының алда минус қой деп жатыр. Мұнда x минус 3 осының алда минус қой деп жатыр. Міне екеуінде де минус тұр. Енді минуспен ашайық. Минус x минус 2 минус x плюс 3. Сонымен мұнау бер қарай өтеді. Онда ол минус x плюс x болады. Сосын 3 мінекеуі плюс 5 болады. Сонымен минус x пен плюс x жойылып кетеді. 0 болады. Міне ағында 8 болады. Демек, мына жерде 0 мен 8 тең емес, шешім жоқ. Егер тең болса, онда шешім барлық сандар болатын еді. Мына кетіп топ болған. Так, енді екінші жағдай минус 2 мен 3-тің аралығындағы жағдайды қарастыр дейді бізге. Жақсы. Бірінші плюс дейді. Біріншісі дәл солай плюс қылып аш дейді. Екіншісін минус қылып аш дейді. Минус дейді. Қазір. x минус 3. x плюс 2
минус x плюс 3 болады. X-ті бері қарай өткіземіз. Сонда ол плюс x болып 2x болып өтеді. 2-ні ары қарай өтсек, ол минус болып береді. Сонда ол 1 болады. X тең болады 2-ден 1. Енді осы 2-ден 1 мына минус 2 мен 3-тің аралығында жатыр ма? Жатыр. Демек, мынау жауапқа кіреді. 2-ден 1-ден жауапқа кіреді. Келесі. X үлкен 3-тен дейді. Үшінші жағдай. Екеуін де таңбасын алдын плюс қылғаш дейді. Так, мен мына жерге үстіме жазып тайын. Жазайын. X плюс 2 тең болады x минус 3. Мынау бері қарай өтсе 0 болады. X минус x болады. Мынау минус 3 минус 2 болады. Сонымен мынау 0 болады. Мынау минус 5 болады. Екеуі тең емес. Демек, жауап жоқ. Сонда жауабы тек қана 2-ден 1 деген мән болады екен. Келесі. X тең болады, модуль x тең болады, модуль 7 минус 2x тең плюс 3. Енді бірінші жеке 0-ге теңестіреміз. Тең болады 0. Мынада 0 шықты. Енді мынаны минус 2 тең болады минус 7 минус x бар екен 2x тең болады минус 7. Минустар жойылып кетеді. 2 ары қарай бөлу болып барады. Сонда бұл 2-ден 7. Немесе мынау 3,5. 3,5. Сонымен координат жасайық былай. Мына жерде 0 бар. Мына жерде 3,5 бар. Так, мынаны былай сызайын. Мынаны былай сызайын. Мынаны былай сызайын. Так, x кіші 0-ден. X кіші немесе тең 0-ден. Жоқ. 0 кіші немесе тең x-тан. X кіші немесе тең 3,5-тен. X үлкен 3,5-тен. Осы үш жағдайда қарастырамыз. Мына 3-ке тимейміз. Ол бөлек тұрған 3 ол. Қазір ол есепке қолданады тек қана. Бұл жерде бірнеше модуль, соны ашудың жолдары. Енді мына жерге x қойайын. Мына жерге x 7 минус 2x қойайын. Так. 0-ден бері қарай минус 1 деген мәнді алайын. Минус 1 қойсам, мұнда ол минус болады. Мұнда минус 1 қойсам, оның минус мұнда плюс болады да, бұл плюс болады. Мына жерге 0 мен 3,5-тің арасында 1 деген сан бар. X-ке 1 қойсам плюс болады. Мұнда 1 қойсам, ол да плюс болып тұр. 3,5-тен бұлай қарай 3,5-тен примерно 10 деген сан бар. Енді 10-ды қойсам, мұнда плюс болады. Мұнда 10 қойсам, ол 20, 7-ден 20 қойсам, минус болады. Сонымен үш жағдайда қарастырамын. Бірінші, басқа түспен жазайын. Бірінші, x кіші 0-ден деген жағдай. Мына x-тарды, модульдарды. Бірінші тұрған модульді минус x қылбаш дейді маған. Екіншісін плюс қылбаш дейді. 7 минус 2x. Плюс 3. Мына 2x-ті ары қарай жіберсем, ол плюс болып барады. Сонда x-тің өзі қалады. Тең болады. Мына жақта 10 болады. X тең болады 10. Енді мұны жауапқа қатса ма? X-тің орнына 10 қойсақ, ол 10 0-ден кіші емес. Демек, мынау жауапқа қатыспайды. Келесі. 0 кіші немесе тең x-тан, кіші немесе тең 3,5-тен. Екеуін де плюс қылбаш дейді. Плюс 3. Так, мынау ары қарай өтсе 3x болады. Тең болады. Мынау 10 болады. X тең болады. 10 бөлінген 3 болады. Енді 10 бөлінген 3 жауапқа қатса ма? Оны қайдан білеміз? Ол 0 мен 3,5-тің арасында жатыр ма? Так, 10-ды біз 3-ке бөлсек, жуықтап алғанда примерно
3,33 деп бірдеңе деген сандар шығады. 3,33 ол 3,5-тен кіші, демек мынау жауапқа қатыса алады. Енді үшінші, біріншісін плюс қылып аш дейді. Екіншісін, мына бері қарайсаң кішкене бүйтіп қойып қояйыншы. Біріншісін плюс қылып аш дейді, екіншісін минус қылып аш дейді. X тең болады минус 7 плюс 2x плюс 3. Мына x-ті бері қарай өткізсек, ол минус x болып келеді. Минус 2x. Сонда бұл минус x болады. Мынау минус 4 болады. Минус 4. Минус пен минус қысқарады. X тең болады 4. Енді x үлкен 3,5-тен дейді. 4 3,5-тен үлкен ба? Үлкен. Демек, мына 4-те жауапқа қатыса алады. Сонымен жауабы 3-тен 10 және 4 деген екі жауап алдық. Кеттік. Келесі. X плюс 1 тең болады 0, x тең болады минус 1. Екінші, x тең болады минус 2, x тең болады 2. Мұнда минус 1, мұнда 2. Мұнда x кіші минус 1-ден, минус 1 кіші x-тан, ол кіші 2-ден, x үлкен 2-ден. X плюс 1, x минус 2. Мұнда минус 1-дің бер жағында минус 2 деген бар. Мұнда минус 2 қойсақ минус болады. Мұнда минус 2 қойсақ минус болады. Минус 1 мен 2-ның арасында 0 деген сан бар. Мұнда 0 қойсақ ол плюс болады. Мұнда 0 қойсақ ол минус болады. 2-ның ар жағында 3 деген сан бар. Мұнда 3 қойсақ ол плюс болады. Мұнда 3 қойсақ ол да плюс болады. Сонымен бірінші жағдайда x кіші минус 1-ден деген жағдайды ашамыз. Екеуінің алды минус дейді. Минус x плюс 1 минус x минус 2 тең болады 2x. Минус 2x минус 1 минус 2x плюс 2. X-ті де жақсы тұра берсек әзірге. Енді x-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа лақтырайын. Мына x пен мына x минус x болады. Минус 2x болады. Мына ары бері қарай өтсе 0 болады. Сонда тең болады. Мұны екеуі 1 болады. Оның жаққа минус 1 өтеді. Сонымен 0 мен минус 1 тең емес. Демек, бұл жерде шешім жоқ. Келесі. Минус 1 x 2. X плюс 1 плюс, минус, алды минус екен. X минус 2 дейді. Тең болады 2x. Мұн жерде x плюс 1 болады. Минус x болады. Плюс 2 тең болады 2x болады. X пен x жойылады. Мына жақта 3 болады. Сонда 2x тең болады 3. X тең болады 3 бөлінген 2. Бұл 1,5-те береді. Сонда 1,5 мына минус 1 мен 2-ның арасында жатыр. Демек, мұнау жауапқа кіреді. Келесі үшінші. Екеуі де плюс деп аш дейді. X плюс 1 плюс x минус 2 тең болады 2x дейді. X пен x қосылады. 2x болады. Мына 2x бері қарай өтсе минус болып келеді. Мына ары қарай минус 1 плюс 1 болады. 0 тең болады 1. Екеуі бір-біріне тең емес. Демек, мына жауап жоқ. Сонда жауабы тек қана 2-ден 3 деген мән болады екен. Мынау жауабы. Келесі. 3x минус 5 тең болады 0. 3x тең болады 5. X тең болады 5 бөлінген
3. Бұл 1 бүтін, нақтылап алайын қазір. 5-ті 3-ке бөлгенде 1 бүтін 7 дейді. Бұл шамамен 1 бүтін 7. Енді мынау x плюс 2 тең болады 0, x тең болады минус 2 дейді. Сонымен мына жерде координат жасасамыз, мұнда минус 2, мұнда 1 бүтін 7. Так, мұнда 3x минус 5 жазайық. Мұнда x плюс 2 жазайық. Мұнда x кіші 1 бүтін 7-ден, жоқ. X кіші минус 2-ден, сосын минус 2 кіші x-тан, ол кіші 1 бүтін 7-ден. X үлкен 1 бүтін 7-ден. Так, мұнда минус 2-ның мына жағында минус 3 бар. Мұнда минус 3 қойсақ, минус болады, минус пен минус болады. Мұнда минус 3, бұл да минус болады. Мұнда ортасында 0 бар. Мұнда 0 қойсақ, минус болады, 0 қойсақ, плюс болады. Мұнда 2 бар. 2 қойсақ, мұнда плюс болады, мұнда плюс болады. Сонымен жазайық. Бірінші екеуінде де минус қылғаш дейді. Минус 3x минус 5 минус 2x тең болады минус x плюс 2. Минус 3x плюс 5 минус 2x тең болады минус x минус 2. X-тарды бір жаққа жинайын. Мына жерде минус 5x болады. Мынау бері қарай өтсе плюс болып келеді. Минус 4x болады сонда. Ал мынау ар жаққа минус 5 минус 7 болады. X тең болады. Екеуі қысқарады. Минустар қысқарады да 7 бөлінген 4 болады. Бұл 2-ден кіші ме? 7 бөлінген 4. Ойбай. 7 бөлінген 4. 1,175. Бұл плюс мән минус 2-ден кіші болмайды. Демек, бұл жауапқа қатыса алмайды. Екінші жағдай. Бұны басқа түспен жазайын. Минус 2 x 1,7. Бұда біріншісін минус қылғаш дейді. Минус қылғашсақ, минус 3x плюс 5 болады. Минус 2x тең болады. Екіншісін плюс қылғаша жүр дейді. Так, сонымен мынау минус 5x. Минус 5x мына бер жаққа өтсе минус болып өтеді. Минус 6x болады. Тең болады. Мынау ар жаққа минус болып өтеді. Минус 3 болады. X тең болады. Дұрыс па, мынау? Ар жаққа минус 3 болады. Минус қысқарады. 3-ті 6-ға бөлсек 0,5. 0,5 екеуінің арасында жатыр. Демек, мынау жауапқа кіреді. Үшінші жағдай x үлкен 1,7-ден. Енді екеуінде плюс қылғаш дейді. 3x минус 5 минус 2x тең болады x плюс 2. Мына 3x пен 2x азайтсақ 1x болады. Мына x бері қарай өтсе минус x болып өтеді. Сонда бұл 0 болады. Мына ар жаққа плюс болып өтеді. Ол тең болады плюс 5 7 болады. 0 мен 7 тең емес. Демек, жауапқа тек қана 0,5 деген жауапты алады екенбіз. Так, сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Осы есептердің бәрін тиянақты болып көшіріп алыңыздар, түсініп көшіріңіздер. Бұл оңай тақырып емес, білем. Бұны бір күннен кейін немесе 2 күннен кейін қайтадан қарауға кеңес беремін. Өйткені бірінші күні жатталады, бірінші күні ақпарат аласыздар, бір күннен кейін 2 күннен қарасаңыздар, ол уже жатталады. Сондықтан ерінбей 2 күннен кейін міндетті түрде қараңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.